Қалдарыңыз қалай достар, бүгін бізде ең маңызды тақырыптардың бірі. Сіздің болашақ табысыңыз осы сабақты түсінуіңізге байланысты десек те болады. Және де осы сабақтан алған навык бұл тек қана база. Барлық фишкаларды барлық жинап мен осы жаққа тек салып қойдым. Сіздердің мақсаттарыңыз соны алып, әрі қарай дамыту болды. Бүгін бізде тауар іздеу номер 1. Бүгін бізде техникалық сипаттаманың қай жеріне көңіл бөлеміз? Тауарды Google арқылы іздеу, сайттармен танысу, поставщикпен байланысқа шығу, коммерциялық ұсыныс деген не? Логистиканы қалай санаймыз? Jet Logistic, SDEC, Postal сервистің не қатысы бар деген тақырыпта достар. Бүгінгі тақырып достар өте қатты практикаға байланысты болады. Мен арнайы 5 техникалық спецификацияны дайындап қойдым. Тек қана қазір солар бойынша тауар іздейтін боламыз. Ең бірінші техникалық сипаттаманың қай жеріне көңіл бөлеміз, давайте қарайық. Тауар іздеу барысында техникалық сипаттаманың осы нәрселеріне көңіл бөлу керек. Ең біріншісі оның бренді, маркасы, моделі, серийный номері болса да, және де оның өнім өндірушісі. Техспекқа кіре сала соның барлығын іздейміз. Acer ма, Acer деген сөзді қарап шығамыз. Apple ма, Apple дегенді, яғни біз оны әрине өзіміз логика бойынша тек түсініп ажырата алуымыз керек, басқа амал жоқ. Кейде заказчиктер өздері жазып қояды, мысалы. Телефон iPhone деп қою мүмкін, машина Жигули деп қою мүмкін. Кейде ондай болып тұрады, бірақ жалпы 1000 МРП-ға дейін, яғни қанша бізде қазір 4 миллион бірдеместеге дейін заказчиктің жазуға құқығы жоқ өзінің маркасы. Бірақ жазатындар болады. Жазса әрине онша емес деген сөз. Біз өзіміздің аналоговый, яғни басқа тауарымызды апара алмаймыз, бірақ хотя бы не апару керектігін түсініп тұрамыз. Одан кейін көңіл бөлу керек тауардың өлшемі және де салмағы, яғни габариттеріне. Мысалы, әрине кондиционер, телевизор, холодильник деген тауарларда стандартный өлшем бірліктер болады. Бірақ басқа да тауарлар бар ғой. Кім біледі, ноутбуктардың барлығы. Мысалы, ноутбуктардың барлығын салмақтары бірдей емес. Телефондардың барлықтарының салмақтары бірдей емес. Әрқайсында әртүрлі размер десек те болады. Оборудованиялар, заводқа апаратын тауарлар, оның бәрінде размерлері бірдей емес. Сол себепті өлшем бірліктер мен салмақтарға міндетті түрде көңіл бөлеміз. Одан кейін маркаға, модельге байланысты қосалқы бөлшектер, ондай да болып тұрады. Мысалы, тағы да сол біздің баяғы iPhone-дарымызды ала берейікші. Мысалы, iPhone, оның ішіндегі чип A17 деп аталады, мысалы, A19 деп аталады. Яғни біз бұны біле алмаймыз, біз білмейміз ғой қандай тауар заказчикке керек екен. Оның запчастьтерін тоже білмейтін боламыз. Но примерно қараймыз. Осындай қосалқы бөлшек талап етіп қалуы мүмкін деген секілді сөздерді іздейтін боламыз. Соңғы бізде тауардың қалған параметрлерді, ол уже білесіздер, 4-5 кусоктан алып, копировать, ставить деп Google-ға іздей беретін боламыз. Енді давайте тауарды іздейік, практикамен көрсетейін, сайттардың ішін сіздерге көрсетейін. Міне бізде мысалы ең бірінші техникалық сипаттама дайын. Қараңыздар, бұл жерде заказчик бірден дополнительное описание лота деген жерге товардың брендін жазып қойған. Я, мен айттым, дополнительное описание лота ол ең маңызды жер емес деп. Бірақ та заказчик жазып қойғасын осылай нақты қылып ол оны талап етеді. Қазір біздің мақсатымыз ол осы дополнительное описание лота, мына описание и требуемый деген жерге сай болуын қадағалау. Давайте қарайық. Міне бізде нақты товар дайын. Енді бұны іздеу үшін біз біріншіден Google керек. Google деп табу үшін бізге мысалы Google.com дейік. Ең бірінші шығады, осыған кіреміз. Осы жақтан товар іздеп кетуге болады. Ал енді мынаны копировать етейік. Копировать. Google-ға барайық. Вставить дегенді басайық. Неге Google, Яндекс бар, Microsoft, Bing деген бар, басқалары бар. Бірақ неге біз именно осы Google-мен жұмыс жасаймыз? Өйткені назар аударыңыздаршы, Google деген сай модельдерді шығарады, және де бізге керек товарды осылай ерекше жирный шрифтпен көрсетіп қояды. Басқалар бүйтіп көрсете бермейді. Мысалы, міне ZenBook 14X OLED дейді міне. Яғни бұл біздің товар. Google осылай бізге оны көрсетіп тұр. Неке бізде мысалы уже товарды тауып алдық. Каспи бар. Каспиде әрине ең арзан товарлар болады.
Мұнда нет в наличии деп тұр екен. Жақсы. Басқа магазиндерді қарайық. Бізде мысалы шоп KZ, мүмкіндігінше KZ дегендерді қарайсыздар ғой. Енді ру десе әрине Россияның товарлары болып кетеді бұл. Мысалы міне Технодомды қарап көрейік. Бұл товар көп жерде жоқ секілді. Енді бір-екі характеристиканы салыстырып көрейік. Бұл вообще біздің товар ма? Бұл біздікіне сай ма дегендей. Мінекей, бұл бізде мысалы Технодом сайты, характеристикалар міне жазылып тұр, бірақ біз подробнее батырмасын басып, нақты характеристикасын көре аламыз. Добавьте ярких красок, ол маңызды емес, бізде міне характеристики деп жазылып тұр. Осы характеристиканың барлығын бізге қарап, өзіміздің техникалық сипаттамамыздағы описание и требуемый деген бөліммен салыстыруымыз керек. Мысалы, диагональ экрана не менее 14-5 дюймов дейді. Яғни не менее біздікі 15 дюйм, 16 дюйм, 20 дюйм бола алады. Линейка процессора не ниже Core i5, яғни Core i7, Core i9, басқа бола алады. Поколение процессора не ниже 13-ші поколение. Яғни енді характеристиканы ыңғайлы қалып жазып қойған, көрейік. Так, диагональ экраны дюйм, 14. Уже бізде сай емес. Бұндай да болады. Көрдіңіздер ма? Яғни дополнительный описаниедағы бренд пен характеристика бір-бірімен сай келмей тұр. Тип экраны OLED, жақсы. Модель процессора Intel Core i5 дейді. Жаман емес. Бізде как раз не ниже деді ғой. Жалпы бұл товар менің ойымша сай емес, өйткені 14-5, бізге жаңа 14. Мен ойымша бұл товар сай емес, өйткені немене 14-5 дюйм деп тұр ғой, ал бізде жаңа 14 дюйм болды. Яғни біз бұны или қарастырмаймыз, или басқа модельдерін іздейміз. Ары қарай өте берейік, достар, ең біріншісін түсіндіңіздер деген ойдамын. Осылай біз товардың маркасы, бренді, моделі арқылы товарды іздейміз. Google арқылы. Екіншісін қарайық. Екінші техникалық сипаттама бізде міне арочный металлодетектор. Бұл жерде бізде уже екі характеристика да бар. Поддержка High Center Professional дейді. Яғни бұл уже манағы үшінші запчасти, қосалқы бөлшектерді дегендей ғой. Осы жазылып тұр бізде, және де мұнда бізде өлшем бірліктер, габариттер бар. Көрейік, дополнительный описание лота, ешқандай бізде қосымша нелер жоқ, марка модельдер жоқ, тек осы габариттер бойынша енді іздейміз. Давайте іздейік. Барлық габаритін копировать етіп аламыз. Және де Google-ға вставить етеміз де қасына металлодетектор деп жазамыз. Яғни осы габариттерін жазғаннан кейін қасына товардың атын жазып қойған желательно. Іздейміз. Hikvision. Маркасы жазылып тұр бізде. Мына жақта бізде габариті тұр. Түсінікті. Hikvision-дікі болып тұр. Бірақ қараңыздар, Hikvision сондай екі түрі бар екен. ICD 1118 дейді, және SD 112 дейді. Қайсысы бізге сай келеді екен? Маған да қызық. Давайте қарайық. Мынадан бастап кірейік. Міне бізде сайтқа кірдік. Бұл жерде товардың характеристикасы әрине төменгі жағында тұрады. 2710-500. Ең бірінші габариттер бойынша салыстырамыз. 2710-500. Хорошо. Чувствительность каждой зоны обнаружения 0,999. Қарайық. Қандай бізде чувствительность? Чувствительность бізде жазылмаған. Характеристикеде жазылмаған. Осындай кезде не істеу керек? Осындай кезде біз осы товардың сатушысына шығуымыз керек. Міне бізде сайт, сатушының номері жалпы сайттың ең жоғарғы жағында тұрады. Так, қазір. Міне, ең жоғарғы жағында тұрады. Мінекей бізде екі номері тұр даже. Біз звондап, немесе WhatsApp-тарына жазамыз. Жоғарысында болмаса, ең төменгі жағында болады. Мінекей бізде төменгі жағында тағы телефон номері тұр. Жоғарғы жағында және төменгі жағында болмаса, сайттан кәдімгі лупамен былай отырып алып, контакты деген бөлімді іздейміз. Контакты бізде мына жерде жазылып тұр. Контактыға кірсек, по-любому почтасы немесе номері бұл жерде жазылып тұру керек. Міне, каждый қалай. Алматының номері тұр WhatsApp-ымен бірге. Тағы не бар бізде? Тағы да номері тұр. Городской номер.
простой номер, городской номер, простой номер, городской номер, простой номер. Яғни барлық қаладағы отдел продаждарының номерлері бұл жерде жазылып тұр. Өте керемет. Осылайша сіздер сайттан қалай номер іздеу керектігін, қалай почта іздеу керектігін түсіндіңіздер деген ниеттемін. Почталар бар болса, почталарына тікелей уже жазасыздар. Gmail.com арқылы, Mail.ru арқылы, қайсы сіздерге ыңғайлы, сол арқылы почталарыңа жазыңыздар. Тікелей звондап, WhatsApp-пен жазған әрине ыңғайлырақ болады бұл жағдайда. Достар, сонымен біз уже габарит арқылы товарды тауып алдық десек те болады. Ары қарай бізде тек оның характеристикаларын салыстыру қалып тұр. Товардың характеристикаларын жаңағыдай екеуін бірге бір салыстырсаңыздар да болады, немесе менің ChatGPT-дағы инструкциям арқылы теххарак деп сразу салыстырып жіберсеңіздер де болады. Егер мен не айтып отырмын, қайдағы ChatGPT деп отырсаңыздар, инструкцияны қараңыздар. Осы видеоның астында ссылка бар, инструкцияны өтіп сразу салыстыру сабағына көшіп кете аласыздар. Ал біз әрі қарай жалғастыра берейік. Үшінші техникалық сипаттама, мынаны қараңыздар, өте оңай техникалық сипаттама. Эмалированные миски для первых блюд 800 грамм дейді. Яғни товар осындай кішкентай характеристикаға сай болу керек. Өздеріңіздің өмірлеріңізді қиындатпаңыздар. Заказчик шамалы техникалық сипаттама жазған екен, мен звондайын, білейін, может оған бір особенный бірдеме істеу керек шығар деп, пожалуйста, ешкімнің өмірін қиындатпаңыздар. Жазылып тұрма, нақты зат болды, осыны орындаймыз. Давайте алайық. Осыны вставить етейік Google-ға. Міне, миска 08 дейді. Тағы да толып шығып жатыр. Миска эмалированная, 80 мл, 80 мл. Так, жалпы біздің мақсатымыз ол любым путем қандай товар екенін анықтап алу. Маркасын, моделін, суретін деген секілді. Міне, бізде мысалы өте көп екен. Миска эмалированная, сату KZ дейді. Қандай сайт болса да, достар, сату болсын, басқа сайттар болсын, біз жаңағыдай номерін қарап, контактыдан болсын, жоғары төменгі жағынан да звондап, бағасын сұрау керек, сосын в наличии бар ма деген сұрақ қоюларымыз керек. Енді міне, миска эмалированная, көрдіңіздер ме, бағасы бұл жерде жазылмаған. Бірақ біздікіне сай. Бізде қанша дейді міне? 800 мл, әрине біздікіне сай болады бұл деген. Ары қарай енді соңғы техникалық сипаттамамыз, өте ұзақ техникалық спецификация екен. Тоже бұл жерде біз не? Полипропилен дейді, қандай товар, наименованиясын қарайық. Башмак для грузового автомобиля, яғни ана машина арлы-берлі жүріп кетпеу үшін доңғалақтың астына кірпіш қоямыз ғой, мынау башмак деген зат. Сондай кірпіштің орнына пластиковый зат қой. Давайте қарап көрейік. Міне, характеристикасы жеңіл емес. Біз тек қана бірдемне габаритке жармасып аламыз. И габарит бойынша осы іздейміз. Мне, пожалуйста, устройство противооткатное, башмак грузовой, противооткатный упор для грузового транспорта. Егер де бізде, достар, мен сіздерге көрсетіп жатырмын, габарит деп, болмаса қалай іздейміз? Манағыдай арнайы техникалық бөлшектерін қараймыз. Егер ол да болмаса, қараңыздар. Жай ғана уже каждый бөлікті копировать ставить етеміз. Мысалы міне, басын шамалы копировать етеміз. Сосын мына жаққа ставить етеміз. Шыға ма? Пожалуйста, шығады. Тағы да давайте мына жерін қарайық. Бүйтіп бөлікті мына жаққа іздейік. Шыға ма? Қайда? Міне, башмак деп шығып жатыр. Ладно, давайте басқа товармен көрейік. Мысалы, міне металл іздегішпен техникалық сипаттамасы оңай емес. Тоже шамалдан бөліп аламыз, достар. Полный бөліп алып іздемеңіздер. Шамалдан. Металл детектор тағы да, пожалуйста, шығып жатыр. Ол әрине шығады. Ең бастысы осындай моменттерді білу ғой. Кішкентай детальдардан алып копировать ставить ете беру керек. Арочный металл детектор. Сонда бізде товарымызда шығады. Әрі қарай, достар, сіздер товарды таптыңыздар дейік, товарларыңыз сай дейік. Енді не істейміз? Әрі қарай біз коммерциялық ұсыныс деген затты өзіміздің поставщиктерімізден талап ету керекпіз. Коммерциялық ұсыныс деген не? Назар аударайық. Коммерциялық ұсыныс деген не? Назар аударайық. Коммерциялық ұсыныс ол документ, компанияның міндетті түрде печаті және де қолы тұрады. Одан кейін осылай оның реквизиттері жазылып тұрады, товар жазылып тұрады. Мысалы, міне, товарды маркасы, моделі, бағасы бәрі жазылып тұр. Условия оплаты 100% предоплата дейді, гарантийные обязательства 12 ай дейді. Яғни барлық реквизиттер осы коммерциялық предложениеде жазылып тұрады. Егер де сіздер инвестицияға немесе өздеріңізде үлкен суммаға тендер қарастыратын болсаңыздар, осылай коммерциялық предложениені
талап етіңіздер өздеріңіздің поставщиктеріңізден. Қазақстанмен жұмыс істейтін болсаңыздар, обязательно коммерциялық ұсынысты талап етіңіздер. Көптеген мошенниктер бар, сіздерге өтірік товар бар деп ақшаны алып жоқ болып кететін. Сол үшін бізге осындай коммерциялық ұсыныс керек. Егер де коммерциялық ұсыныста барлығы жазылып тұрса, қандай поставщик қанша күнде әкеліп береді, оның директоры кім, қол, печать бәрі тұрса, әрине алуға болады. А егер де звондап сізге, менде товар бар деп айтатын болса, онда ол уже сенімсіз. Бізде 10 тендердің примерно екеуінде примерно мошенниктер болады. Біз оларға ақша аудармаймыз әрине. Біз бәрінен коммерциялық ұсыныс сұраймыз. Бар ма сізде поставщиктерді? Біз шамамен 10 поставщикке жазсақ, оның екеуі мошенник болады. Оларда коммерциялық ұсыныстар жоқ, компанияда жоқ, просто өтірік екі ортада сатып жібергісі келіп тұрады да, бізге ондайлар керек емес. Бізге нақты нормальный поставщиктер керек. Сол себепті достар, коммерциялық ұсыныспен жұмыс істеу ол обязательно. Коммерциялық ұсыныста қалай алу керек, почталарына қалай жазамыз дегенді уже сіздер видео инструкция бойынша қарап үйрене аласыздар. Жалпы WhatsApp-тарынан да басқа жерден де сіздер коммерциялық предложение алуларыңызға болады. Әрі қарай достар, товардың логистикасы, қалай біз ол товарды жеткіземіз. Товарды жеткізудің көп деген жолдар бар. OLX арқылы, InDriver арқылы, логистиктер көп, мысалы соларға хабарласып, солар арқылы товар алсаңыздар болады. Біз жалпы өзіміз JetLogistic компаниясы арқылы жұмыс істегенді тиімдірек көреміз, өйткені оларда есептеу расчетный системасы бар. Енді давайте соны біз қарайық. Жай ғана ауадан мысал алмайық, давайте мына металлодетекторды Hikvision деген. Қалай біз апарамыз, соны есептейік. Ең бірінші, мына жаққа JetLogistic деп іздейміз. Одан кейін JetLogistic найдем, купим, привезем дейді. Соны ашамыз. Ашқаннан кейін бізде осындай сайт шығады. Ештеңе баспаңыздар. Бесплатный экспресс-расчет стоимости батырмасын басамыз да, осы жерден откуда деген жерден сатушыныкін, куда деген жерге заказчиктің адресін бекітеміз. Давайте откуда қарайық. Металлодетектор қай жақтан бұл? Біз оны әрине поставщиктерімізден звондап сұраймыз. Бізде бірақ міне жазып қойған доставка, самовывоз, город Алматы дейді. JetLogisticті ашамыз да, откуда деген жерге Алматы деп жазамыз. Куда? Біз енді бұны техникалық спецификациядан қарайық. Техникалық сипаттама бізде қай жаққа деген город Петропавловск. Жазайық мына жаққа Петропавловск деп. Промышленное оборудование, салмағы бізде шамамен қанша штук керек дейді. Бізге керегі бір ғана штук, мұнаның салмағы қанша екен? 75 килограмм. Әрине, бұндай ақпараттарды сіз өздеріңіздің поставщиктеріңізден сұрайсыздар. Біз енді қазір дайын информациямен жұмыс істейміз. Салмағы бізде 75 килограмм, объем 2 кубический метр дейміз. Салмағы қанша кубический метр, бұның бәрін поставщиктерден талап етесіздер. Ары қарай количество мест, яғни неше коробка болады деген ғой. Бір коробка бізде 1 деп жазаймыз. Сіздерде 10 коробка болса 10 деп жазасыздар. Әрі қарай рассчитать. Бізде міне әртүрлі вариант тұр. Біз мына ең соңғысын қараймыз. Бұл яғни тележканың суреті алып кетеміз деген, бұл апарамыз деген. Яғни Алматыдан Петропавловскқа товарды 33 мың теңгеге 3 күнде жеткіземіз деп тұр. Яғни өте жақсы, өте тиімді десек те болады. JetLogistic қалай дегенмен сенімдірек. Мен басқа компанияны мен қолданамын деп 15 стул апардым, 15-і де сынған болып жетті. Ал JetLogisticпен Аллаға шүкір ондай болып жатырған жоқ. Әрі қарай біздің мақсатымыз тендерді жеңіп алғаннан кейін JetLogistic'тің осындай WhatsApp айналып тұр, осыны басып, WhatsApp-тарына хабарласып, официальный заказ жасау. Осымен болды достар, барлығын тағы бір қорытындылайық. Техникалық сипаттамада брендке мән береміз, габаритке мән береміз, одан кейін қосалқы бөлшектерге, басқа параметрлеріне. Басқалармен жұмыс істегенде поставщиктерден коммерциялық ұсыныс талап етеміз, товарды жеткізетін кезде JetLogisticті қолданамыз, сайттарда қарағанда Google-мен істейміз, контакты бар, почта бар, сөздің қысқасы бәрі сізге түсінікті болды деген ниеттемін. Назарларыңызға рахмет, достар, күндеріңіз жарық, көздеріңіз ашық болсын.